Әлемдегі ең құпия 10 орын. Кіруге қатаң тыйым салынған, мүлдем кіре алмайсыз. Бұл жерлер картада бар, бірақ кіруге болмайды. Кейбіріне тіпті мемлекет басшылары да кіре алмайды. Бұл аңыз емес, бұл әлемдегі ең құпия, ең қорғалған, ең қауіпті орындар. Соңына дейін қараңыз, өйткені нөмір 1 орын туралы ресми ақпараттың өзі өте аз. Мүлдем естіп те көрмеген шығарсыз. 10 орында Сурцей аралы, Исландия. Бұл аралға туристер де, жергілікті халық та кіргізілмейді. Тек бірнеше ғалым ғана арнайы рұқсатпен бара алады. Себебі бұл арал табиғаттың адам араласпай қалай дамитынын көрсететін тірі зертхана. Бізде келесі 9 орында Ватиканның құпия архивтері. Бұл жерде мыңдаған жылдық құжаттар, жасырылған хаттар, адамзат тарихын өзгертуі мүмкін деректер бар дейді. Архивке кіру үшін арнайы рұқсат, Ватиканның тікелей келісімі қажет. Көп құжаттар әлі күнге дейін жарияланбаған деседі. 8 орын. 51 аймақ, ақш. Әлемдегі ең әйгілі құпия база. Ресми түрде әскери полигон. Бірақ НЛО, бөтен ғаламшарлықтар, жасырын тәжірибелер туралы әңгіме толастамайды. Бұл жерге жақындаудың өзі заңмен тыйым салынған. 7 орында бізде Snake Island, Бразилия. Бұл аралда әлемдегі ең ұлы жыландар мекендейді. Адамдар үшін бір қадам өліммен тең. Сол себепті Бразилия үкіметі аралға кіруге толық тыйым салған. 6 орында Метро 2, Ресей. Айтуынша, Мәскеудің астында жер астының құпия қаласы бар. Бұл метро. Кремльді, әскери нысандарды байланыстырады дейді. Ресми түрде мойындалмайды, бірақ көптеген дәлелдер бар деседі. Ал енді 5-ке де келіп жеттік. 5 орын Плутон қақпасы, Түркия. Ежелгі Рим дәуірінде бұл жерді өлімге апаратын қақпа деп санаған. Жануарлар кірсе тірі шықпайды, адамдар есінен танып қалады. Ғалымдар кейіннен улы газдардың бөлінетінін анықтаған екен. 4 орында Ласко үңгірі, Франция. Бұл үңгірде 17.000 жылдық суреттер бар. Адам тынысы суреттерді бұзғандықтан үңгір жабылды. Қазір тек көшірмесі ғана ашық, ал түпнұсқа толық тыйымда. 3 орын Свалбард тұқым қоймасы, Норвегия. Бұл жерде әлемдегі барлық өсімдіктің тұқымы сақталады. Ядролық соғыс, апат, ақырзаман болса да адамзат қайта бастау алу үшін. Қойма таудың ішінде, мұз астында, қатаң күзетте. 2 орында Бохемиан Гров, ақш. Бұл әлемдегі ең ықпалды адамдар жиналатын орын. Президенттер, миллиардерлер, ықпалды саясаткерлер, олардың не істейтіні қоғамнан құпия сақталады. Кіруге тырысқандар бірден шығарылған. Енді барлығымыз күтіп отырған 1 орында солтүстік Сентинел аралы, Үндістан. Бұл аралда қазіргі заманнан толық оқшауланған тайпа тұрады. Олар бөтен адамды қабылдамайды, жақындағанды шабуылдайды. Үндістан үкіметі аралға баруға қатаң тыйым салған. Бұл адамзат өркениетіне қол тимеген ең құпия орындардың бірі. Әлемде картада бар, бірақ көзге көрінбейтін орындар өте көп. Кейбірі бізден қауіпсіздікті жасырады, ал кейбірі шындықта. Видео ұнаса лайк басыңыз. Пікірге қай орын сізді ең қатты таңғалдырды, соны жаза кетіңіз. Осындай құпия, сену қиын видеолар үшін каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.